табиғатта болған ірі бұндай апат, жер сілкінісі міндетті түрде сол аумақта қайталанады деді. О кезде таулардың орнына ойпат болады. Өзендер кері қарай ағады. Алматының тұрған жері географиялық тұрғыдан өте қауіпті, дегенмен де сол қауіптілікті халық білген жөн әрине. Міне екі нәрсені білмей біз жер сілкінуді еш уақытта алдын ала нақты болжай алмаймыз. Эколог жігіт бар, сол 12 балл дегенді айтып жүр. 12 балл дегенді біле ме екен осы өзі? Бұндай атомдық реактордың тұрғызылатын жер жан-жақты зерттелу керек. Заманауи технологияны біреу тексерген бар ма? Әңгіме енді екеуміздің осы сұхбатымызды тыңдайтын құлақ болса. Жыл басынан бері бірнеше рет жер сілкініп, Алматы облысы мен қала халқын шошытты. 5 қарашадағы жер сілкінісі қоғамды тағы да әбігерге түсірді. Кейінгі уақытта Алматыда жер сілкінісі жиілеп кетті. Бұл кейбір ғалымдар айтып жүргендей алдағы жойқын жер сілкінісінің белгісі ме? Осы да өзге сұрақтардың жауабын білу мақсатында біз студиямызға Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының сейсмология институтының негізін қалаушы профессор Әлқуат Нұрмағамбетовті шақырдық. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Енді сұрағымды бірден мынау Алматыдағы жер сілкінісінің жиі қайталанып кетуінен бастайын. Бұл кейбір ғалымдар айтып жүргендей алдағы бір жойқын бір жер сілкінісінің белгісі ме? Иә, ондай сұрақтар туындап жүр кейінгі кезде. Негізінде бұл сұрақтардың туындаудың басты себебі жаңа өзің айтып кеткендей жылдың басында болған 2 дүркін 5 баллдық жер сілкінісі. Иә. Және осы мына қарашаның 25-інде болу керек. Тағы да Жаркент аумағында бір 4 баллдық жер сілкінісі болды. Сосын бірнеше афтершоктар қалада сезіліп жүр. Осының бәрі тұрғын халықтың арасында әртүрлі әңгімелер тудырғанның себептері болып жүр. Ал енді ғылыми түрден бұған қарасақ, негізінде 3 жер сілкінісі жаңа өзің айтып кеткен, үшеуі де 3 жерде болған, 3 өлкеде болған. Бір-біріне қатысы жоқ яғни, иә? Бір-біріне қатысы аз. Бірінші жер сілкінісі 23 қаңтарда болды. Бұл мына Қытай мен Қырғызстанның шекарасындағы Көкшетау деген жерде болды. Екінші біздің мына Алматыға жақын орналасқан өзіміздің Іле алатауында. Үшінші Алматыдан солтүстік шығыстағы Жоңғар алатауында болған. Міне біріншіден мына қарапайым халыққа әрине жер сілкінісінің қай жерде қалай болды, қалай жетті Алматыға, оны көп ойланбайды. Дегенмен былай ғылыми түрден қараса үш өлкеде. Әрбір өлкенің өзіндік сейсмикалық тарихы бар. Әрбір өлкенің өзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан бұның бәрі келешек жер сілкінудің белгісі деп айту қиындау. Ал енді үшеуі үш жерде болуы бұлардың, бұл біріншіден ең алдымен айтарым мына Алматы өңіріне халқына біздің қай жерде қаламыздың орналасқанын ұмытпаған табиғаттың ескерту деп ойлаймын біріншіден. Екіншіден жалпы Алматыға кетсек, бұл жерде жиі жер сілкіністері болады. Оның басты себебі қаланың географиялық тұрғыдан қай жерде орналасқанын ұмытпағанымыз жөн. Жалпы Алматының мына оңтүстік жағында батыстан шығысқа қарай созылып жатқан Іле алатауы. Оның ар жағында Күнгей алатауы. Батыста Қырғыз алатауы. Солтүстік шығыста Жоңғар алатауы, Алтын Емел тауы, Іле Шу таулары. Осының бәрі Алматыны қоршап тұр. Ал оның қойнауында қарқынды тектоникалық процестер жүруде. Міне осының бәрі алматылықтарға жер сілкіну болып білінеді. Сондықтан жер сілкіну болған, болып та жатыр, келешек болады. Жалпы мына Іле Күнгей алатаудың қарқындылығы бұл шамадан өте жоғары, өйткені 3 дүркін бұл жерде апатты жер сілкініс болған. 1887 жылы Верный жер сілкінісі, ол кезде Алматы Верный деп аталатын. 9-10 балдық. 1889 жылы Шелек жақта эпицентрі, Шелек жер сілкінісі апаты 10 балға дейін жеткен, оның жер бетіндегі күші. 1911 жылы болған Кемін жер сілкінісі, оның эпицентрі мына Күнгей алатауда. Міне көріп отырсыздар, бұл 3 апатты жер сілкініс бүкіл әлемдік
апатты сілкіністердің қатарда кіреді. Сондықтан Алматының тұрған жері географиялық тұрғыдан өте қауіпті, дегенмен де сол қауіптілікті халық білген жөн әрине. Енді жаңа айтып жатырсыз, Алматының айналасында бірнеше рет қауіпті жер сілкіністері болды. Иә. Енді бұлардың алдағы уақытта қайталану заңдылығы бар ма? Бұл сұрақ маңызды сұрақ. Ол тек қана жем беріп отырған жоқсың, бұл халықтың көпшілігі осы ойландырады. Қайталанады деп айтылып жатыр ғой енді. Осы өйткені Алматы тарихында жаңа айттым 3 рет қираған қала деп. 2 рет толығымен қираған Алматы. 3-ші 7-8 балдық жаңа шедегі жер сілкінісі. Ал осы 100 жылдан кейін қайталанады, 150 жылдан кейін қайталанады деген әңгімелер көп. Сол жүр. Мына бұқаралық ақпарат құралдары көп жазады. Әркім интервью береді. Бұл салаға қатысы жоқ адамдар айтады сондай деп. Бұл сұрағыңа жауапты былай айтуға келтіруге болады. Негізі табиғатта болған ірі бұндай апат, жер сілкінісі міндетті түрде сол аумақта қайталанады деді. Бұл табиғи нәрсе, оны көпшілік те біледі қайталанатынын. Қандай оған негіз бар айтуға? Негіз былай, жаңа айттым, 9 балдық жер сілкінісі, мәселен мына Түркияда болған ірі жер сілкінісі 9 балдық шамам болған. Ол бір сәтте қанша энергия, қанша жер сілкіндірді. Ол бір күнде бір мезетте бөлініп шықты. Ал сондай энергия жердің қойнауында бір күнде жинала ма? Жиналмайды яғни. Жиналмайды. Оған ондаған жүздеген жылдар керек. Ал сол ондаған жүздеген жылдарды, мысалы, жер сілкіну болды. Бітті. Жер сілкінген кезде жиналған энергия бірден бөлініп шықпайды ол. Ол басты сілкініс кезінде ғана сылқ етіп түседі. 80% шамамен энергия бөлінеді, 70% энергия. Қалғаны, жаңағы авторшок деген бар, кейінгі дүмпулер дейді. Жаңағы екі блоктың арасында сырттытып, жаймай түсіп, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылға дейін сол созылады. Сөйтіп барып, жер өзінің бастапқы қалпына келеді. Қайтадан сол жерге энергия блокқа жиналады, енді басталады қайтадан. Сол жерде болмауы мүмкін, бірақ жақын блоктың басқа бір бөлігінде болуы мүмкін. Өйткені жердің қойнауындағы терең жаңағы 240-50 километр, 200 километр, 300 километр жердің астында жүріп жатқан әртүрлі тектоник процестер тоқтанбайды. Жер сілкініп кетті, ол қайта жүріп жатыр, созылып жатыр. Сол блокта қайтадан жиналады. Жиналып, энергия жаймен жиналып, соны біз бақылауымыз керек. Уақыт келгеннен кейін ол қайтадан тағы бөлінеді. Апатты жер сілкініп. Міне осы екі аралық қалай онда болжауға болады? Әңгіме осында болып отыр. Бүгінгі таңда жер сілкінісі 200 жылдан кейін, 50 жылдан кейін қайталанады деп нақты айту мүмкін емес. Бірақ ол міндетті түрде қайталанады. Ондай айту үшін бізге статистика керек. Мысалы, 50 жер сілкінісі болды апатта. Сол біреуі 1 жылдан кейін болды, біреуі 10 жылдан кейін, солардың орташа несін шығаруға болады. Бірақ ондай статистика жоқ ешбір жерде. Мына Қытай жерінде, Жапон жерінде, Камчатка жақта, бәрінде де ешбір жерде жоқ. Тек қана жалпы жер планет есебінде статистика бар ондай. Соларды талдап қарап отырсақ, ірі 9 балдық жер бетінде магнитудасы 7-тен жоғары жер сілкіністері 80 жылдан 200 жылдың арасында қайталанады екен, бір аймақта. 80 жылдан 200 жылға дейінгі. Кейінгі мына бұқаралық ақпараттық құралдар бетінде шығып жүрген, 80 жылдан кейін болады екен, 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін болады екендер, осыған байланысты айтылып жүрген нәрселер. Бұл нақты емес, тек қана осындай сол болжам бар яғни, иә, осындай. Ал енді бұл қазіргі ғалымның, осы саладағы ғылымның белгілі бір алдығы мақсаты сол нақты анықтау. Ол үшін жаңа мен айтып өттім, статистикалық материал керек, іргелі ғылымның жұмысы керек, жердің құрылысын, құрамын, құрылымын зерттейтін нақты. Бұл салада сұрағыңа осындай жауап. Жаңа айтып жатырсыз, жер сілкінісін болжау үшін іргелі ғылым керек, ғылыми статистикалар керек деп. Ал еліміздегі сейсмолог институтқа бір сындар көп айтылып кетті кейінгі уақытта. Мына жер сілкінісінің қайталануына байланысты шығар бұлардың барлығы. Енді еліміздегі институтты былай дамытып, шетелден мамандар тартпау үшін қандай да бір өзгерістер қажет деп ойлайсыз?
Бұл сұрағыңда жанды сұрақ. Негізінде мына сейсмикалық қауіпсіздік деген бар. Сейсмикалық қауіпсіздік деген ұлттық қауіпсіздіктің бір құрамдас бөлігі. Ал сейсмикалық қауіпсіздік деген бұл қазіргі таңдағы ғылымның, білімнің дамуының тікелей байланысты. Ғылым қалай дамып тұр, қандай деңгейде тұр, өндірістік жұмыстар қалай соған тікелей байланысты. Жаңа өзің айтып отырған сейсмология саласындағы арнайы институт бұрын қазір бірнеше күйзелістен өтті сол институт. 1976 институт құрылды. Сөйтіп арнайы қаулыға алынды, қабылданды бүкіл мына орталық комитеттен, республика комитеттерден. Міне сол құрылған институт 1976 жылы қазір 50 жылдық, 48 жыл болды ғой қазір енді. 50 жылдық тарихы бар қазір. Сол бірнеше күйзелістен өтті құрылғаннан бері. Алдымен ғылым академиясында болды. Академия тарағаннан кейін ғылым комитетінде болды министерство. Оран Сәтбаев университетінде болды. Оның қайтып ғылым комитетіне келді. 2 жылдан астам болды, қазіргі төтенше жағдайлар министрлігіне көшті. Әрбір күйзелістің өзі өз таңбасын қалдырады. Сөйтіп бүгінгі таңда бұл бағыттағы сейсмология бағытында ғылымның дамуында ахуалы онша жақсы емес. Оны тікелей де анық ашық айту керек. Әсіресе мына іргелі ғылым деген бар. Іргелі ғылым дейді, фундаментальная наука. Қолданбалы ғылым дейді, прикладная наука. Сейсмологияның даму деңгейі сол ілгері ғылымның, қолданбалы ғылымның даму деңгейін тікелей байланысты нәрселер. Іргелі ғылым жағы ақсап қалды, жоқ қазір, жоқ деген арқасында. Өйткені біз сияқты шалдар, мен сияқты көбісі дүниеден өтті. Қалғандары қазір зейнеткер, тікелей қарқынды жұмыс істей алмайды бұл бағытта. Ал жастар болса әлі ғылым нақты кіре алмай жүр. Мамандардың өзі жеткіліксіз. Міне осының бәрі қазіргі таңда бұл салада ғылымның дамуына үлкен кедергі болып тұр. Оның бер жағында кейінгі 2 жылдан астам көп ойланбастан аппаратта болжау үшін болжау мына төтенше жағдайлар комитеті министрлігінде жүреді, соған аппаратта күн пескісі бере салды. Келешегін ешкім ойлаған жоқ ол кезде. Ал төтенше жағдайлар министрлігі деген бұл ғылыми мекеме емес. Онда ғылым жоқ, ғылыми сейсмология жайында ғылымды басқаратын адам жоқ. Оны бақылайтын адам жоқ, ғылыми адамдар. Бұл қазіргі төтенше жағдайлардың алдын алатын, сонда құтқару жұмыстары негізгі мақсат олар бұлардың. Сондықтан барлығына апарып соған бере салғанына мен бірінші жағынан ол онша құптап отқан жоқпын бұны. Бұл бірінші. Екінші, бұлай қарап отырсаңыз, ғылымның даму үшін арнайы ғылыми қызметкер керек. Әрине. Осы мына сейсмологияның бір ерекшелігі қолдан ғылым мен өндіріс, мониторинг екеуі параллельно жүру керек. Бірімен бірі. Сонда ғана бұл салада даму болады. Мына ғылыммен анықталған нәрсе өндірісте бірден енгізілу керек. Оны 10 шақты, 20 шақты жыл күтіп жүрудің қажеті жоқ. Ал бұл тұрғыдан қарағанда мына мониторинг жүргізетін бөлімі енді ол төтенше жағдай берілген дұрыс шығар енді ол. Деген мына ғылыми жағы ақсаңқырап тұрған, жаңа айттым. Ал енді бұны шамаға келтіріп, жаңа өзің айтқан сырттан мамандар шақырмай, ондайлар болды. Мына 2 болған 5 балық жер сілкінісі кезінде Қырғызстан академиктері қосылып, бір нәрселер айтып жүрді, жазылып жүрді, сондайлар. Қазіргі таңда менің ойымша бұл салада ғылымға жалпы тексеріс білікті мамандардан, ғалымдардан комиссия шығару керек. Сол комиссия ғылымның нақты деңгейін білу керек. Осы саладағы. Қазіргі бұл төтенше жағдайлар министрлігінде қандай деңгейде іргелі ғылым, қандай деңгейде қолданбалы ғылым, қандай деңгейде мониторинг өндіріледі. Ол әңгіме жаңағы бәрін орнынан алып құрту керек, жою керек деген әңгіме емес. Сол деңгейді білу керек қазір. Сөйтіп барып шешім шығару керек. Ойланбай шешім бұл салада қазір болмай шығаруға.
Енді кеше болған жылдың басында болған сілкіністерден кейін мына қазіргі ғылым министрі айтып жүрді, біз дайынбыз қайтадан алуға, ғылымды дамытамыз ары қарай деген. Оның бәрі солай ма қалды енді. Оның қазіргі жағдайын білмеймін, не бар екенін. Сондықтан менің жаңағы саладағы айтарым, ғылымды қолданбалы, іргелі өндірістік жұмыстарды дамыту үшін жоғары жақтағы ел басқарып отырған азаматтар осыны ойлану керек. Соның деңгейін біле, сөйтіп барып шешімді шығару керек деп ойлаймын. Енді мына Алматыға енді біраз тоқталдыңыз, енді жалпы Қазақстандағы қауіпті сейсмикалық аймақтарға тоқталып кетсеңіз. Алматыдан бөлекте бар ма бізде? Еліміздің жалпы ауданы 2,7 миллион шаршы километр ғой өзі. Соның 40%-ында күші 6-дан 9 балаға дейін жер сілкінісі болу ықтималдығы бар. Жаңа айттым, бұл қай жерде болатын. Әрине барлық жерде бірдей емес қауіптілік. Әсіресе мында елдің оңтүстігінде жаңа мен айтып кеткен Іле, Күнгей, Теріскей алатаудың қарқындылығы жоғары бұл жақтан. Екіншіден мына солтүстік шығыс жақтағы, оңтүстік шығыста орналасқан Жоңғар алатауы бар. Оның ар жағында Алтай бар. Міне бұлдың да сейсмикалық қауіптілік жоғары. Оңтүстікте орналасқан Жамбыл, Шымкент аймақтарында да Қырғыз алатауы, Талас алатауы, бұның да қауіптілігі жоғары. Сондықтан оңтүстік шығыс деп жалпылама айтады, бұлардың сейсмикалық қауіптілігі өте жоғары. Өткен ғасырдың 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдары шыққан арнайы әдебиеттер бар сейсмологиядан. Ғылымның бір дамыған кездері ғой. Сол кезде, сол арнайы әдебиеттерде жалпы жер сілкінісі, әсіресе апатты, күшті жер сілкіністері негізінде таулы аймақта болады деген. Ол дұрыс, сол кезде негізгі жалпы жер сілкіністер таулы аймақта болған. Мына платформалық, тиянақты, тыныш аймақтар бар, жазық жерлер. Онда бұндай апатты жер сілкіністері кездеспеген ол кезде. Кейінгі кезде мына жердің геологиялық орта дейді. Бізде геологиялық ортада жердің бетіне төмен қарайды, ортаны айтады. Жоғары ортаны біз қоршаған орта дейміз, мысалы. Ауаның ластылығы, экология дейді. Біздің сөзімізде геологиялық орта деген жердің қойнауы. Сол жердің қойнауына түсіретін әсер сыртқа көбейіп кетті. Ірі мұнайлы аудандар біздің жерімізде мына Маңғыстау ауданы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облыстарында мұнай газ шығады. Ол жерде бұрын бір 10 шақты ұңғыма болса, қазір 100-деген ұңғыма бар. Күні-түні істеп тұр. Орталық Қазақстанда ірі шахталар бар. Қарағанды облысы, Жезқазған аумағында, мысалы, Шығыс Қазақстанда ірі тау кен орындары бар. Күні-түні істеп тұрған. Міне осының бары мына геологиялық ортаға жердің қойнауын үлкен әсер етеді. Сөйтіп сол аумақтың тепе-теңдігін бұзады. Тепе-теңдіктің оған өзі физикадан бір мына жалпы жер планетінің өзі тепе-теңдіктің арқасында ғарыштық кеңістікте тұр. Ол болмағанда ұшып кетер еді басқа жаққа. Әрбір жердің тепе-теңдігі бар. Мына қазақта айтады ғой, таудың да түбірі бар дейді. Таудың түбірі бар, қазір ғылым оны дәлелдеп отыр. Сол түбірдің арқасында ол тепе-теңдікте тұр. Ал мына көктемде өзендерде сең жүреді. Мұхиттарда үлкен тау жаңағы сеңдер бар. Соның бір жартысы жоғары жағында, біреуі төмен. Бұл да тепе-теңдік. Соның арқасында көріп тұрмыз. Міне сол тепе-теңдік бұзылғаннан кейін табиғат өзі кері әсерін білдіреді. Сөйтіп, мына техногендік жер сілкіністердің ұғым пайда болды қазір. Сол жерге түсірілген геологиялық ортаға сыртқы әсердің аумағынан. Кеше ғана осы газеттен, интернеттен көрдім, тағы да мына Маңғыстау облысы мен Атырау облыстарында жер сілкінді. 4-те бірнеше магнитудасы. Ол жылда сол жерде 4-5 балға дейін жер сілкінеді. Бұл жерде мына теңіздегі мұнай, газ мұнай пайдалы қазбаланатын орын бар. Батыс Қазақстанда Қарашығанақ жерінде күні-түні жүріп жатқан газ, сорып жатқан жердің астына. Ол жерде Шалқар деген жер сілкінісі 6 балға дейін болды, 7 балға. Орталық Қазақстанда Жезқазған аумағында бұрын-соңды болмаған 6 балға дейін жер сілкінді. Бір емес, бірнеше дүркін. Батыс Қазақстанда, Қарағанды кен орындарында міне осының барлығы
жаңағы табиғи жер сілкіністерге қосымша сейсмикалық қауіпті аймақ Қазақстан жерінде үлкейді. Сонда барлығын есептегенде шамамен сол 40%-ға келетін жер сілкіну қауіптілігі бар. Оның бір бөлігі табиғи жер сілкіністер, жер астында жүріп жатқан тектоникалық әртүрлі процестердің әсерінен болады. Екінші өзіміздің қоздырылған техногендік жер сілкіністер. Солар бұл жаңа мұнай газ, қарқынды игеруден, қатты пайдалы қазбаларды жер астынан алып жатқан шахталар, солардың істерінен. Міне осының бәрін қорытындыға келіп айтқанда, еліміздің көптеген жерінде осындай қауіптілік қазір бар. Тек қана солтүстік Қазақстанда әзірге тиянақты тыныш деп айтуға болады. Солтүстік Қазақстан қалған жердің барлығында қауіптілік бар. Әрине жаңа айттым, әр жерде қауіптілік әртүрлі, бұның деңгейлері бөлек. Мынау жер сілкінісі туралы айтылғанда тектоникалық жарылым деген сөз айтылады. Бұның жер дүмпуімен байланысын айта кетсеңіз. Мына аталарымыз айтқан жер 7 қабат деген бар. Баяғыда үлкен сол айтып жүреді. Сонда біз ойлайтынбыз 7 қабат қалай деп. Қазір ғылым жердің 7 қабатын дәлелдеп отыр. Соның ең беткі қабаты жер қыртысы деп аталады. Оның қалыңдығы 40-50 километрге жетеді. Сол жердің беткі қабаты жер қыртысы шытынап тәрлекелер бар ғой, әйнектен жасаған. Соған бір қаттырақ ұрып жіберсе шытынап сынады ғой. Сол сияқты әр блокқа бөлінген. Жалпы жердің беті, жалпы саны 27-ге жоқ әртүрлі литосферлік плита дейді, тақта дейді қазақша. Сонда ірі көлемді тақталарға бөлінген. Мысалы, Еуразиялық тақта дейді, онда біз тұрамыз. Европа, Азия. Тынық мұхиттық тақта дейді, Америкалық тақта дейді. Сондай тақталардың жалпы саны 27-ге келеді. Ірілі, кішілі тақталар бар. Индия тақтасы дейді, Индостан тақтасы. Сондай. Ал әрбір тақта сондай кішілі, ірілі блоктарға бөлінеді. Сол блоктардың арасын жарылым деп айтады, жарық дейді. Бұзылыс деп айтады кейбір недерде, әдебиеттерде. Сол блоктар тұрақты қозғалыста, тақталар да ірі литосфералық, олар да қозғалып тұр. Оңға, солға, бірдің үстіне бірі мінгізіп, бірдің үстіне ағысы бірімен бірі. Жарық деген сол блоктардың, тақталардың арасындағы жарықты айтады соны. Әрине бұл жаңағы пышақпен тортты кескенде түзу емес. Оның жердің ішкі құрамы, құрылымы бөлек, сондықтан олар әртүрлі болады. Міне жарылым деген осы. Ал енді жарылымның барлығы жер сілкінісімен тікелей байланысты деп айтуға болмайды. Оның ішінде ұзақ, ұзындағы бірнеше ондаған километр, 100 километрге баратын, немесе тереңдегі жағынан бірнеше түрге бөлінеді жарылымдарда. Аймақтық жарылым дейді, жергілікті жарылым дейді, планетаралық жарылым дегендер бәрі. Міне осылар жер сілкінісімен тікелей байланысты. Біздің мына жаңағы айтқан Кемен жер сілкінісі 1911 жылы, Верный жер сілкінісі, Шелек жер сілкіністердің барлығы Шуылийский үлкен жарылым бар осы. Лемен күнге алады, қақ болады, соған байланысты. Соның жаңа қосымша жарықтары бар қосымша. Осы жарылымдармен байланысты. Барлық бірдей жарылым ол қарғынды емес, мұнда жер сілкіні бола бермейді. Мына Алматының өзіне келсек, бұның астында да жарылым бар. Бірнеше. Ертеде Алматының картасını жасадық 1983 жылы, соның бір авторының бірі болатын мен. Сейсмикалық аудандағы картасы. Сонда біз көрсеттік 4-5 жарылымда картаға түсірдік. Сөйтіп көрсеткенбіз. Мына жарылымдарда үй салуға қауіпті. Болмайды деп. Ол кезде жаңағы акимат емес, қалалық исполнитель жаңағы жергілікті горисполком арнайы қаулы шығарып, сондай болған. Бірақ көпшілік үйлер тұрған сол кездің өзінде сол жарылымдарда тұрғызылып қойған уже. Қазір олар көбейіп кетті ме яғни? Енді ол әрине сол жарылымдар жердің бетіне ешкім көзге көрінбейді бұлар. Жердің астында. Бірақ Алматының астындағы жарылымның өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл жаңа таулы аймақта кездесетін терең, ірі жарылымдар емес. Майда жердің өзі даму барысында жарылым деген пайда болады. Сол жердің астында жатқан күш қой шығып жатқан. Жер деген тірі организм бұл.
айналып тұр өзінің осымен, атқылап тұр, жанартаулар сілкініп тұр. Бұл тірі организм. Сондықтан ол жарылым деген ол міндетті түрде болады ол. Ал бірақ сол жарылымға жер сілкінісінің ошағы бар ма жоқ па? Міне соны біз көп жылдар бойы сейсмикалық мониторинг арқылы тексердік. Осы күнге дейін Құдайға шүкір бірде-бір жарылымда жер сілкінісінің ошағы тіркелмеген. Жоқ. Яғни бұл жарылымдар активті е болмаса қарқынды деп айту болмайды. Бұл сырттан келген сілкіністі, мысалға Іле Алатауы, Күнгей Алатауы, Теріскей Алатауы жақтан сілкініс болса қатты сілкініс. Жарылым білінуі мүмкін. Сондағы тұрған үй, белгілі ғой, жарылымның үстінде тұрған үй, ол жердегі сілкіністің деңгейі жоғарырақ болады ғой, қалған блоктардың өзінде тұрған. Сондықтан ондай қауіптілік бар. Ал 83 жылдан кейінгі карта көп жылдар бойы жасалмады. 2017 жылы ғана Алматыда арнайы акимат ақша болып, сол картаны жасауға кірісті. Ол кезде мен сейсмологиядан ауысып, мына Сәтбаев университетінде кафедра меңгерушісі болып ауысқанмын. Дегенмен сол институттың жұмысымен тікелей қатысып, бірге істеп жүрдік. Сонда бір отырып, 2018 жыл болу керек, сірә отырыста сол картаның жалпы нұсқасын талдап, жан-жақты қарайды ғой, алдын ала сынақтан өтеді ғой карта. Сонда айтқанмын, мына картада қазір 20-дай жарылым салыпсыңдар ізін. Біздің бұрынғы кезде 5-6 ғана жарылым болатын. Қандай негіз бар ондай көрсетуге? Сол жарылымдардың барлығы қауіпті ма? Оны кім тексерді? Заманауи технологияны біреу тексерген бар ма? Енді соған дұрыс мен жауап ала алмадым. 2018 жылы болатын бұл. Дегенмен сөйтіп сол карта бекітіліп кетті. Ол карта әр деңгейде бекітіледі. Сөйтіп қазір қолданыста жүр. Қазіргі картада Алматының аудандау картасында қаланың астында 27 жарылым бар деп жазылған. Енді бұл туралы мен өз пікірімді кейін кезде білдіріп жүрмін. Осы әсіресе мына биыл жылдың басында болған 2 сілкіністен кейін көптеген әр жерден жаңағы сұрақтар түседі. Ол жарылымдар Алматының астындағы жан-жақты тексерілу керек. Заманауи технология мен техникалар бар қазір. Ғарыштық технологияны қолданып, сонан кейін барып сүзу керек ондайды. Жұрттың алдына дүрбелеңге салып, жұртты қорқытып, жұрттың бәрін болмайды деп. Бірақ әлі енді оны тексеру. Ол үшін акимат арнайы қаражат бөлу керек, мамандар шақыру керек. Бірақ әзірше енді мына биыл сол 2 сілкіністен кейін президенттің жарлығыменен Алматыда қосымша тағы да жүргізу керек деген бар, сондайлар жобалар. Енді ол сол жарылымдарды тексеріп, солардың ішінде қауіпті ғана жарылым қалдыру керек. Менің ойымша соның ішінде бір 2-3 ғана жарылым бар, соны қалдырып, қалғанның бәрін енді жұртты қорқытпай, детпей, соның бәрін осы тек қана сол тәжірибелі түрде соған сондай өнеге келу керек, қорытындыға келу керек. Енді мынау көпшілік арасында зілзала апатын алдын ала болжауға болмайды деген сөз айтылып жатады. Жалпы бұның негізі бар ма? Бұның себебі бар ма? Дұрыс, ондай әңгімелер көп айтылады қазір. Біреулер болмайды дейді, жоқ, кейбіреулер айтады, ықтимал болады дейді келешекте. Бұлай жалпылама қарасақ, қандай бір табиғи құбылыс болмасын, оның алдын ала болжау үшін сол салада жан-жақты зерттеулер жүргізу керек. Ғылымның дамуын арттыру керек. Сонда ғана оның алдын ала болжау мәселелері шешілуі ықтимал. Ал жер сілкінісіне келсек, бұл өте күрделі сұрақ. Жер сілкінісін алдын ала болжаймыз деген жалған болжамдар көп қазір, енді оған тоқталармыз әлде. Дегенмен болмайды деген сөз қазіргі бүгінгі таңда соның жаны бар сөздер. Оның себебі неде? Сол құбылыстың алдын ала болжау үшін жер сілкіністің саласында ғылымды жақсы деңгейде даму керек. Өкінішке орай жер сілкіністің ошақтары көзден тыс мына төмен жердің қойнауында. Тереңдігі 10 километр, 30 километр, 500 километр, 700 километрге дейін барады жер сілкіну ошақтарының. Әр өлкенің әртүрлі тарихтары бар осындай. Біздің еліміздің оңтүстігінде жаңа айтқан Іле Күнгей Алатауында жалпы жер сілкінудің ошақтары шамамен 10 километрден 40 километрге дейін жетеді. Міне сол
көзден тыс 10-40 километр тереңдікте қандай болашақ ошақтың аумағында қандай өзгерістер болып жатыр, қандай процестер жүріп жатыр. Соны біз жан жақта білуіміз керек. Ал енді оны білмей, жердің ішкі құрылысын, онда орналасқан ошақтың айналасында қандай процестер жүріп жатыр. Міне екі нәрсені білмей, біз жер сілкінуді еш уақытта алдын ала нақты болжай алмаймыз. Жалған болжамдар көп әзір. Біреуі ақша алғысы келеді, біреулері біздің атағын шығарғысы келеді, ондайлар көп. Дегенмен де ғылыми тұрғы дейді. Бірінші кезең сонымен ғылым жайында. Жан жақты зерттелу керек бұл құбылыс. Шыққан жері, пайда болуы, неге олай, осының барлығы шешілу керек. Екінші саты, екінші кезең сол іс жүзінде практикалық болжамдар айтылады. Жалпы жер сілкінісін болжауға өте қатал талаптар қойылады. Бірінші болжау дегенде бірінші жер сілкінісінің ошағы қай жерде орналасады, қай жерде болады жер сілкінісі. Екінші қандай күшпен болуы ықтимал. Үшінші болғатын уақыты. Міне осы үш параметрді біз нақты анықтауымыз керек. Егер оны анықталмаса нақты, онда оның проблемалары көбейеді. Мәселен, ертеңгісін бүгін үйден шығарда, радиодан естіңіз, ертең жаңбыр жауады екен бүгін түске қарай деп. Қол шатырыңызды алып, сөмкеңізге салдыңыз. Жаңбыр жаумады, ондай болады. Ешбір саған да ешкімге де проблема жоқ. Қол шатырыңды алған жоқ, солаймен үйге кеш қайтып келдің. Ал егер ертеңгісін бүгін Алматыда, я болмаса басқа бір елді мекенде жер сілкінеді екен десең, қандай алып-қашып әңгімелер көбейіледі. Мүмкін кейбір мекемелер тоқталады жұмысы. Ол халыққа, халық шаруашылығына, қоғамға деген үлкен кесапатын тигізеді. Сондықтан жердің қойнауының жаңағы жердің ошақтары шоғырланған жерлердің жан жақты солардың құрылысын, құрамын, құрылымын нақты білмей, нақты жер сілкінуді алдын ала болжанбайды. Сондықтан да болмайды дегеннің оның сөздің жаны бар. Бұл процесс әлі де жүре береді ғылыми. Соны біз зерттеуіміз керек. Ал ол ондаған жүздеген жылға жетуі мүмкін әлі. Сондықтан бүгінгі таңда нақты жер сілкінісі алдын ала болжау мүмкін емес. Осы себептерге байланысты. Мынау қауіпті аймақтарда, жалпы мысалы үшін Алматыда дейікші, Алматыда 9 қабаттан биік үйлер салуға болмайды деген сөздер айтылып жүр ғой. Жалпы жер сілкінісімен, жер сілкінісінің күшімен оның жер бетіндегі зардабының бір байланысы бар ма? Жалпы жер сілкінісінің ошақтар жаңа айттым, жер қойнауында тереңде орналасқан. Сол ошақтан таралған сейсмикалық толқын жердің бетінде жетіп, мына құрылыстарды қирататын, бұзатын сол толқындар негізінде. Адамның да несіне қасіретке ұшыратын сейсмикалық толқындар. Жалпы мұнда алғанда жер бетіндегі жер сілкінісінің зардабы, сол ошақтан таралған сейсмикалық толқындардың өзі бірнеше кезеңге байланысты, факторларға байланысты. Ең бірінші фактор бұл табиғи фактор дейміз. Өйткені жер сілкінісінің апатты жер сілкіністері болған кезінде, мен өзі енді осы 50 жылдық сонда практикамда талай жерде болып, талай зерттеулерді жүргіздім. Сонда жалпы жер сілкінісі болған кезде үлкен аумақты алады. Ондаған жүздеген шаршы километр жерлерді сілкіндіреді. Қандай алып күш бұл? Сол күш қайдан шықты? Ол сол жер сілкінісінің ошағынан шықты. Сондықтан соның алып күші бүгінгі таңдаған. Мысалы, егер де бұл қала тығыз қоныстанған жерде болса халық, және мезгілсіз уақытта болса түнде, онда оның апаты айтарлықтай көбейеді. Кейінгі кеңес үкіметі құлағаннан кейін жаппай кәдімгі жүгірдік, комнаттардың арасындағы қабырғаларды алып тастап үлкейтеміз. Балконда үлкен немен кірпіштермен қалап комнатқа айналдырамыз. Бұл бірінші жобаланған жаңағы беріктігін, төзімділігін үйдің төмендетеді. Ол айтады кейбіреулер, жоқ, біз ана рұқсатын арнайы институттың дейді. Дұрыс шығар, ол барып ақшаны төледің, жазып берді инженер, мынандай істеу керек.
бұрынғы жаңағы үйдің төзімдігін құрыстың төмендетпеу үшін мынандай істеу. Ол әрбір адамға я үйге бір милиционерін әкеліп қоймайсың ғой. Ол кім тексеріп жатыр, не істеді? Сыртын сылады да эпидемиолог қойды, болды. Солай істеді ме ол үйдің жаңағы хозяйыны? Жоқ, істемеді. Бұл 4-ші буын. Міне осы буындардың әрбір буыннан кеткен қате кейін ол қайғылы жағдайға келтіреді. 1988 жылы Арменияда Спитак жер сілкінісі болды. Спитак деген кішігірім қала болды Арменияда. Соған осы жерден 7 декабрь күні, желтоқсанның 7-сі күні біз самолетті ұштық, арнайы бір группа сейсмолог. Бүкіл Кеңес одағынан жиналдық сол жерге. Соның зардабын зерттеуге мені басшы қылып қойды сол жерде. Соларды etsек, сонда үйлердің барлығын бөлмелерін алып тастап ортасында. Соның кезінде, Совет одағының кезінде балкондарды үлкен көміттер жасағанда. Солар бірінші рет қираған. Сол үйлердің. Бірінші кезекте солар қирап қалған. Солар бірінші ретте солар қираған. 9 қабат үйлердің үйінде ғана жатыр. Оның ішіндегі енді сол басқа да жаңағы айтылған әртүрлі себептер бар ғой. Негізінде сондай үйлер біз солған былай қарап жүргенде бірінші рет сол төзімділігін төмендеткен. Сондай үйлер қираған. Міне сол нәрсені біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Жобаланған үй солай салыну керек. Солай пайдалану керек, дұрыстап. Ал егерде сейсмолог мамандар сол жаңағы қауіптілікті дұрыс, мысалы 9 балл, 8 балл деп бағаласа, жобалаушы мекемелер дұрыстап соны жобаласа, құрылысшылар дұрыс сол жобаға байланып тұрғызса, біз дұрыстап оның ішіндегі тұрғынға алып пайдалансақ, онда ол үй 9 баллға міндетті түрде тұрады. Міндетті түрде ол төзеді. Тек қана бұзылыстар болуы мүмкін, бірақ сол нақты істелінген нәрсе ол адам өміріне үлкен қасірет әкеліп кетпейді. Ішінде бұзылады, жаңағы жарылады, құлаған жерлері болады, жалпы қирамайды. Оны да көріп отырмыз ғой, кешегі жаңағы Түркіжекте болған нәрселер, Спитакта болған нәрсе көз-көзімен көрдік. Міне осы қағида осының барлығын дұрыс жүргізуіміз керек. Сонда ғана жердің сілкінісі бізге қауіпті деп атау қиын. Ол енді табиғаттың нәрсесі, оған қарсы тұра алмайсың. Сондықтан осының барлығын біз дұрыс қолдануымыз керек. Енді Алматыда ескерту жүйесі дабылы қосылды ғой? Құрылды. Енді ТЖ министрлігі 28 құрылғы сатып алыпты дейді, осыны ескертетін. Бірақ ол істемей тұр деген хабарлар шығып жатыр. Бұл неге істемей тұр? Бұл қандай құрылғылар? Солар туралы айтып берсеңіз. Алдымен айтарым, жер сілкінісін алдын ала болжау деген бар. Жер сілкінісін алдын ала ескертіп хабарлау деген бар. Екеуі екі түрді, аспан мен жердей. Ол 3 түрлі параметрді нақты анықтау болатын жері, күші, яғни орны. Уақыты болады. 3 түрлі параметр. Ал ескерту, хабар берету бөлек. Бұл жүйе, ескерту жүйесі, автоматтандырылған ескерту жүйесі деп атайды. Оны жаңағы автоматизированная система раннего оповещения дейді, орысша айтқанда. Ескерту жүйесі бұл мына толқынның таралу жылдамдықтарына негізделген, негізінде. Табиғатта толқынның бірнеше түрлері бар. Әңгіме арырақтан бастасақ мысалға. Дыбыс толқын дейді, мен сөйлеп отырмын, естіп отырсыз. Солай ғой, дыбыс толқыны. Сейсмикалық толқын деп айттым мен жаңа. Ол бөлек, жердің қойнауында таралатын толқындар. Электромагниттік толқын дейді, радио толқын, жарық толқын дейді, радио жаңағы қабылдағышын естеміз. Әр толқынның өзіндік ерекшеліктері бар. Әрбіреуінің өзіндік параметрлері бар. Олар бір-бірінен таралу жылдамдығымен ажырасады. Мысалы, жаңағы дыбыс толқыны шамамен 340-350 метр секунд таралады. Менің аузымнан шыққан жаңағы толқын сенің құлағыңа дейін 300 секундына 340 метр. Келеді. Арамыз болған 1,5 метр, 2 метр ғой қазір. Өзің есептей бересің кейін. Сейсмикалық толқын жердің астындағы 2 толқын шығады ошақ аумағынан. Бірінші құма толқын дейді, продольная волна дейді, екінші көлденең толқын дейді. Оның физикалары бөлек еді екеуінің. Бірінші толқынның таралу жылдамдығы 6 километр 1 секундта. 6 километр, екінші толқын 3,5 километр секундта.
дыбыс толқыны метрі жаңағы 340 метр. Суда ол дыбыс толқын тезірек 1500 ба, 1300 ба, сондай метр секунд таратады. Ортаға байланысты ғой енді. Үшінші толқынды жаңа айттым, электромагнит толқын. Оның таралу жылдамдығы 300.000 километр секундына. Бір секундына 300.000 километр. Жарық жылдамдығындай тарайды. Жылдамдықтар тарайды. Жаңағы айтып отқан екеуміздің сұрағың сенің жүйе алдын ала хабардар етті. Осы сейсмикалық толқын мен электромагниттік немесе радио толқын таралу жылдамдығының ерекшеліктеріне негізделген. Мысалы біздің мына сейсмологияда датчик деген бар. Тербелісте сол датчик жазады. Магнитный қой жазып тұрған. Бұл аспап прибор анау неге ықтималды болады жер сілкінісінің жанына қояды. Содан кейін сол жазуда датчик соны тіркейді. Ол барып жазылады бір жерге, әртүрлі оның әдістері бар. Сол датчикта қолданылады. Мына алдын ала ескертудің жүйесінде. Бірақ ол датчиктің ішінде қосымша басқа чиптер орналасады, электрондық. Ол чип деген не? Ол чиптің басты мақсаты тіркелген тербелісті бірден ол жаңағы анализ жасайды. Бұл жер сілкіністен келді ме? Толқын? Жоқ, жарылыс болды ма ол жерде? Не болмаса, жоғарыдан тас құлады ма? Бір машина, трактор өтті ме ол жерде? Мұның бәрі толқын қояды барлығы. Сонан істеді ме датчик? Сол чип, бұл секундтың 10-нан 1 ме, 100-ден 1 секунд электрондық жүйе. Жер сілкінісі болса, бірден передатчикті қосады жаңағы радио толқында. Сөйтіп радио толқын бірден жаңағы қаланың ортасында сервер бар тұрған мұра төтенше жағдайлар департаменті. Соған береді. Ал жаңағы неден ошақтан тараған сейсмикалық толқын мысалға қала мен жаңағы болған жер сілкіну ошағының арасы 60 км десек, 6 км секундына 10 секундтан кейін келеді қалаға. 60 км қашықтан. Ал жаңағы датчик қосқан толқын электромагниттік сол мезетте келеді. Секундта 1000-нан бөлгі. Өйткені ол 300.000 километр секундта таратады. Сөйтіп, департаментта тұрған сервер бірден қосады, мобильді телефонды қосады. Ірі аса қауіпті нелер бар, тецтер бар, химиялық зауыттар, солардың отключителер, светтерін артынан қарай тарай береді халық арасында. 10 секунд уақыт бар, 9,5-10 секунд. Сол арада мүмкін біз далаға шықпай жүгірерміз. Міне сілкіністі алдын ала ескертудің осындай принципте жұмыс істейді. Ол енді жаңағы сұрағыңның жаны бар, өткенде осыдан 2 жыл бұрын, әсіресе мына жыл басында болған 2 рет сілкіністен кейін төтенше жағдайлар департаменті соншама 25-27 аппарат сатып алды жүйе. Оны құрып жатырмыз, елде жұмысқа кіреді деген бұлар болды, газеттен бетінде жүрді. Бірақ осы күнге ол неге жұмыс істемей жүр, оны білмеймін. Оны сол департамент несінен сұрау керек. Енді дабыл жүйесі қайта-қайта іске қосылмай қалып олар сынға қалып жатыр ғой. Ақаулар болады. Бәрі бұның әрбір жүйе жаңа датчик, передатчик, сервер, осылардың барлығы бұл жерде жұмыс істеу керек. Мынау енді қоғамның көкейінде жүрген сұрақтың бірі біздің еліміздегі салынып жатқан АЭС-ке байланысты. Бұл сейсмолог маман ретінде елімізде АЭС салу қауіпті деп ойламайсыз ба? Мынау Жапониядағы жер сілкінісі, цунами енді бір АЭС-тердің қауіптілігін көрсетті ғой, қазірде оның зардабын жойып жатыр. Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Кейін кезде бұл мәселе жан-жақты қаралып, халық арасында шығып жүр, әр жерде жазылып та жүр, оның пайдасы, зияны сол туралы да. Жалпы мына сейсмикалық қауіпті аймақта құрылыстың өзі түрлері бар. Мына жалпылама тұрғын үй, ғимараттар салған олардың нормалары бар, арнайы. Қанша қабат болу керек. Жаңа айттым, фундаменттің тереңдігі, биіктігі, үйлердің таңдасы. Қазір бұл норма болымен қалыпты жұмыс істеуде. Бұл салада ғалымдар да бар, білікті мамандар да бар. Екінші, аса қауіпті объектілер деген бар. Ол ірі химиялық зауыттар. Теплоэлектрцентраль дейді. Олар бұзылса, қираса, қоршаған ортаны бұзатын қосымша әрекеттері бар. Бұл аса қауіпті объектілер дейді. Ал атомдық электростанция, бұның қауіптілігі өте жоғарғы объект.
Иә. Оның енді неге олай екені көпшілікке ол түсінікті, олар өзің де білесің оның барлығын. Сондықтан бұндай атомдық реактордың тұрғызылатын жер жан-жақты зерттелу керек. Екі-үш варианттары бар дейді. Бірі мына Балқаш көлінің солтүстік жағы, тағы да бар дейді объекттер. Қазір нақты оның орны анықталмаған болу керек негізінде. Ал енді мына әлемдік практикаға қарасақ, бұндай АЭС-тер тұрғызылатын жердің негізінде мына платформалық облыстық геологиялық тұрғыдан қарағанда тиянақты, тұрақты, ірі жер сілкіністері болмайтын, болса өте сирек. Жер қойнауындағы процестер, тектоникалық, геологиялық баяу жүретін аумақтар бар. Бұл да сондай платформалық аумақтарға салынады, мына әлемдік практиканы қарасақ. Бірақ барлық жерде бірдей емес. Жапон жерінде ондай жоқ. Барлық жерде жаңағы жер сілкінеді. Амал не? Сондықтан оған қосымша сол қауіптілікті төмендету үшін бұл амалдар жүргізіледі. Жан-жақты зерттеу жүргізілу керек. Сол аймақтың сейсмикалық тарихы, жер құрылысының, ішкі құрылысының құрамы, құрылымы жан-жақты жүргізіледі. Бұны жай бір мекеме жүргізе алмайды. Ол үшін арнайы лицензия болатын мекемелер бар. Росатом дейді, орыстарда, Ресейде. Росатомда бұндайлар бар, мекемелер бар. Басқа Қытайда, басқа жерлерде, дамыған елдерде әрбіреуінде лицензияланған арнайы мекемелер бар. Сейсмология саласында зерттеу жүргізеді. Сөйтіп барып, сол нені анықталады. Қандай келешекте бұл жердің қауіптілігі, грунттың жағдайы, сейсмикалық қауіптілік. Ал жалпы мына біздің кезімізде енді өткен соңғы нелердің жылдарында практикаға қарасақ, бір-екі жаңағы неде ол кезде бұл саладағы сейсмология саласындағы зерттеу жылына бір-екі рет біз кездесетінбіз. Жалпы бүкілодақтық конференция дейді, совещание дейді. Сол кезде айтылатын неге қарағанда, солар есіме түскенде ойлаймын, мына платформалық облыста жер сілкіну болмайтын, 100 жылда бір рет сезілмеген аймақта тұрғызылған атомдық электростанциялар белгілі бір жүктемеге негізделеді, сөйтіп есептелінеді. Сол жүктеме 0,1 Ж дейді. Ж деген мына үдеу, еркін құрау үдеуі деген бар ғой, Ж. 9,8 метр секунд квадрат. Соның 0,1 түріне есептелінеді. Жер сілкіну болмаса да сыртқы әсер. А 0,1 Ж деген сөз, сейсмология тіліне аударсақ, ол 7 балл деген сөз. 7 баллдық сілкіністе 0,1 Ж болады. Сонда ол жер сілкіну болмаған жерден сондай нәрсеге есептеліп салыну керек. Көрдіңіз бе? Сонша өткені өте қауіптілік өте жоғары бұл объектілер. Сондықтан біздің елімізде мына Балқаштың солтүстік үлкен деген ауылы болу керек сірә. Сол жерде Таңдалат деген бір әңгімелер, алпаш әңгімелер бар. Бұл кеңес үкіметі кезінде көтерілген әңгімелер бұл. Сол кездерде айтылып жүрген үлкен деген ыңғайлы жер, жан-жағына қарағанда эксперттер солай деп. Су жақын ғой. Бұған өте көп су керетін. Сейсмикалық жағынан да ол үлкеннің тұрған жері ірі сілкініс ошақтары табылмаған, тіркелмеген. Тек қана сырттан келетін бергіміне Іле, Жоңғар Алатау жағынан баратын сілкіністердің ошақтарға соған әсер етеді. Осының барлығы жан-жақты зерттелу керек. Бұл үшін жаңағы лицензияланған мекеме бар. Солар өздері алып келеді. Кім салады солар? Біздің мақсатымыз Қазақстандағы осы саладағы зерттейтін мамандар соған қосылып керек. Жергілікті маман сол жердің ерекшеліктерін ол толығырақ біледі. Сондықтан біз оны қарап қалмауымызға соған қосылып, соларды біліп, бірге жұмыс істеуімізге келешек бұл тәжірибе. Қазір оны барлық сол алынған мағлұматтар солы бізге келешекте қажет біледі. Енді соңғы сұрағымды қойайын. Жалпы сейсмикалық сауаттылық туралы айта кетсеңіз, бізде енді жер сілкінісі кезінде бір сауаттылық жоқ қой, ақпараттандыру аз бола ма, әлде өзіміз ол жағынан сауатты емеспіз ба, қатты әбігерге түсіп кететін жасырын емес енді? Иә, ондай бар енді. Мына жер сілкінісінің өзі жаңа айттым, алып күші әркімде сол мезетте кенеттен болатын нәрсе ғой. Сондықтан бұның өзі әсері қиын өте. Жалпы бүгінгі таңда айттым, жер сілкінуді алдын ала болжау мүмкін емес.
оны болдырмау да мүмкін емес. Сондықтан қалған енді соның сақтану шаралары. Сақтану шараларының басты бір бөлігі өзі 3 бөліктен тұрады. Бірінші, сейсмолог мамандардың жаңағы қауіптілікті дұрыс бағалауы. Жан-жақты зерттеу ғылымдары бар сонымен. Екінші, берік құрылысты салу, жер бетін тұрғын үй, ғимарат, тағы басқа жаңағы қауіптілігі жоғары объекттер, зауыт, фабрикалар, солардың конструкциясын дұрыс бағалап, соны дұрыс салу. Бұл жаңағы сейсмикалық төзімді, берік үй салу, құрылыс салу бесіндегі нәрсе. Үшінші, сауаттылық дейді. Тұрғын халықтың сауаттылығы. Біздің мына жаңғыз ғана біздің қазақтар емес енді, бүкіл адамдар тиесілі жағдай ғой енді. Мысалы, көше тұрған машина жүріп атқан. Машинаның астында түсіп, өліп атқан адамдар аз ғой енді. Болады ғой ондай нәрсе. Неге олай? Өйткені біз арнайы ережені сақтаймыз. Қызыл жанса тұрамыз, көк жанса жүреміз, сары жанса дайындаламыз. Жер сілкінісінде сондай алдын ала сақтанатын шаралары бар. Не істеу керек алдын ала? Қалай оған қарсы алу керек? Қазақтан мақал бір ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Біз енді айтсақ енді біреуді қаралайтын болам, мына 2 дүркін болды сілкініс. Көп әңгіме болды. Ой, жан-жақты бәрі. Қазір бәрі нөлге түсті төмен қарай. Ұмытып кеттік. Апаттың зардабын азайту үшін соны ұмытпау керек. Келесі апат ұмытқан кезде болады деген бар. Ана апаттың сабағын ұмытсақ, келесі апат болады. Сондықтан сақтану шаралары оның ішіндегі халықтың сауаттылығы бұл саладағы өте қажетті нәрсе. Алматы өңірі деген бұл қауіпті аймақ, сондықтан оны ұмытпағанымыз жөн әр уақытта. Міне осы мына жер сілкінудің өзі этикасы деген бар. Этика деген ұғым былай өзіңнің іс-қимылыңды, сөзіңді дұрыстап білдір деген сөз ғой енді. Көктемде жыл сайын Алматыда әртүрлі әңгіме шығады. Ойбай, жер сілкінеді екен ертең, қирайды екен қала. Не болмаса анау кішігірім бір жер сілкінуден кейін шығады бұндайлар. Лап етіп бірден шығады. Міне бұл көпшілігі алып қашпа сөздер. Қайда кім айтты десең, ана бір жердегі біреу айтқан. Ар жағында базардан біреуден естіді. Сөйтіп таралап кетеді. Біздің мына бұқаралық ақпарат құралдары соны бірден екіге айналдырып, соны әр газетке басып жүреді солардың бәрі. Міне халықтың арасында сөздер тез тарауының осында мына бұқаралық ақпарат құралдарында өздерінің несі бар, соған әсері бар. Соларды жалған болжаушылар деймін бе, жалған болжаушылар. Көп әңгімелер шығарады. Оның ішінде ғылымға қатысты адамдар да бар. Өздерінің рейтингін көтеру үшін немесе қосымша бір қаражат алу үшін жаңағы проект жасап ондайлар да табылады. 12 балл деген әңгімеде шықты ғой осы. Енді 12 балл дейді. Мына елеусіз деген, білмеймін, менен кіші ме үлкен бе, білмедім енді. Эколог жігіт бар, сол 12 балл дегенді айтып жүр. 12 балл дегенді білем екен ол сөзі. 12 балл деген сөз, өзі мына уақыт болса айтып кетейін, балл деген бар, магниту деген бар. Әрбір табиғи құбылыстың өлшем бірлігі болады. Ол өлшем бірлік сапалық дейді, сандық дейді. Мысалға, жаңа айттым мен, толқынның таралуы километр секундпен дейді. Бүгін күн ыстық екен дейді. Бұл сапалық. 35 градус секунд дейді. Бұл сандық өлшем бірлік. Көрдіңіз ба? Жер сілкінуде сондай өлшем бар. Сандық магнитудасы 7 екен дейді. Магнитуда деген сол жер сілкіну ошағынан таралатын толқынның өлшем бірлігі. Ол ғылыми термин. Ал жер бетінде ол 9 балл болып білді. Міне 9 балл деген ол сапалық жаңағы несі өлшем бірлігі. Сандығы магнитуда деген ғылыми термин. Сандығы балл деп жер бетінде. Ол жер бетінде әрекеті соның. Ал 12 балл, өзі ол 9 балдық әрекет, 10 балдық әрекет деп бұл арнайы шкала кестемен өлшенеді. 1 балдан 12 балға дейін. Арнайы жасалған шкала кесте бар осындай. Әрбір балдың өзіндік көрсеткен жазулары бар. Адам қалай
тұрғын қалай сезу керек оны, құрылыс қалай сезу керек, басқа да жердің бетінде жарықтар, өзгерістер тұру керек. 12 балл деген жер сілкінісі жер бетінде болмаған бүгінгі таңға дейін. Оның болуы мүмкін бе жалпы ондай? Жоқ, мүмкін емес. Ол 12 балл деген жердің қойнауында онда энергияның сақталуы үшін ол соншама қатты тау жыныстары болу керек. Ондай тау жынысы жоқ қазір. Мысалға біз айтамыз, бір жерде 8 балдықтан аспайды. Бір жерде 6 балдықта. Өйткені ол жердің қойнауындағы сол ішкі жердің қойнауының төзімділігі тау жыныстарының. Соған байланысты жиналған энергия бір шекке келгенде тау жыныстар блок біртетіп сынады. Мысалы, ағаш линейка мен темір линейканы майыстырсаң, біреу ерте біреу сынады ғой. Төзімділікке байланысты сол. Сондай қаттылығы жердің тау жыныстарының соған байланысты. 12 балл бүгінгі таңда болмаған нәрсе. О кезде таулардың орнына ойпат болады. Өзендер кері қарай ағады. Солай деп келтірілген жаңағы шкала кестеде. Ондай болмасын, болмайды да ілгері қарай. Соны біле тұрма, білмей тұрма, міне сол кісі сондайлығын әңгімені көтеріп жүр кейінгі. 12 баллық жер сілкінген Алматыда. Ең жоғарғы жер сілкінісі Алматыдағы магнитудасы 9,5 шамамен. Жер бетінде 10,5-11 балл болған ондай. Біздің жаңағы кеме жер сілкінісінің өзі сол аймақта болған эпицентрінде 10,5 баллға дейін барған сол. Мына Қытайда 1500 жылдар болған. Ол кезде қытайлықтар енді әзір мұндай бүгінгі деңгейде дамымаған көпшілік мына таудың қуысында сол жердің жаңағы жер тесіп үйлер, соның барлығының нелері бар. Сонан қалған әр жердегі солардың описаниялары бар. Көрсетілген барлығы құлап 600 ба сондай 1000 адамға дейін қайтыс болған үйлер қайтыс болған. Чилиде болды мына 1960 жылы Чили елінде апатты жер сілкіністер. Осында 10-11 балға жеткендер бар. Бірақ одан артық қазіргі дүние жүзінде планетамызда ондай болған жоқ. Болмайды деген осында қағидалар бар. Өйткені ондай энергия жиналу үшін төмендегі жер қойнауының жаңағы төзімділігі, соның қаттылығы ерекше болу керек. Бола қалған жағдайда жердің бетінде сондай өзгерістер болады. Таудың орнында ойпат болады, ойпаттың орнында тау болады. Өзенде кері қарай ағады, ол енді болмасын да, Алла оны болдырмасын да. Енді уақытыңызды қиып бізге осы бар тәжірибеңізбен, біліміңізбен бөлісіп отқаныңызға сізге көп рахмет. Аман болыңыз. Әңгіме енді екеуміздің осы сұхбатымызды тыңдайтын құлақ болса. Тыңдайды да үміттенеміз. Онда біздің жаңағы 1,5 сағат, 1 сағаттық уақытымызды зіра жібермегеніміз. Рахмет.